Сәлеметсіздерме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша ғарыш айлақ тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, өлең жолдарын, шешендік сөздерді және вебралды емес тілдік құралдарды қолдану. Сендер Байқоңыр қаласы туралы не білесіңдер? Ол жайлы естігендерің бар ма? Олай болса, танымдылығымызды арттыру үшін мына аудиожазбаны тыңдайық. 80-ші сабақ. Тақырыбы: ғарыш айлақ. Балалар, Байқоңыр туралы тыңдаңдар. Ғарыш алаңын салу үшін Байқоңырды таңдап алу кезінде бұл жердің елді мекендерден қашықтығы, зымыран ұшырудың қауіпсіздігі, қайтып оралатын ғарыштық нысандар үшін қолайлы қону аймағының болуы сияқты жағдайы ескерілді. Байқоңырдың басты және көмекші нысандары мен қызмет ету орындары кең аймаққа орналасқан. Олар бір-бірімен автомобиль жолдары және темір жол арқылы байланысқан. Байқоңырдың негізгі нысандарына техникалық тұғырлар, старттық кешендер мен ұшу трассасының бойындағы өлшеу бекеттері, ғарыш алаңына түрлі жүктерді жеткізетін кірме жолдар, көмекші және қызмет көрсету нысандарына отын, жанармай сақтайтын алаң, энергия және сумен қамтамасыз ететін жүйелер, байланыс жүйесі, телевизия, тағда басқасы жатады. Байқоңырда зымыран тасығыштың әрбір түріне сәйкес бірнеше техникалық тұғырлар және олардың әрқайсына арналып бірнеше старттық кешендер салынған. Байқоңыр әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми ғарыш полигоны болып табылады. Оның басты және көмекші нысандарының жалпы ауданы 6717 шаршы шақырым. Білгенге маржан. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысының Төретам ауылына жақын жерде орналасқан. Адамзат баласының ғарышқа жолы осы Байқоңырдан басталды. Сондықтан Байқоңыр жұлдызды қала деп аталып кетті. Ендеше осы Байқоңыр жайлы өлең жазған ақын жазушылармен таныс болайық. Сырбай Мәуленов 1922-1993 жыл аралығында өмір сүрген ақын жазушы, аудармашы. Қостанай облысы Жангелдин ауылында дүниеге келген. Жазушы балаларға арналған Барлаушы бала, Құлыншақ, Бала жолбарыс, Қорқақ торпақ, тағыда басқа өлеңдер мен әңгімелер жазған. Олай болса, оқулықтың 10-шы бетіндегі Сырбай Мәуленовтың Байқоңыр өлеңін түсініп оқыңдар. Және де мына сұрақтарға жауап іздеңдер. Байқоңыр бұрын қандай жер еді? Ақынның ғарыш дәуірі Байқоңырдан басталды деуінің сыры неде? Өлеңде зымыран қалай суреттелген? Және Байқоңыр ғарыш айлағы туралы қайдан оқып білуге болады? Өлеңнің өзіңе ұнаған шумағын жаттап ал. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.